Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен телефон салуға арналған сумочка тоқитын боламын. Ол үшін мен каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менде осындай жібек жіп, күрчік. Күрчіктің размері 13. Мына жібек жібім менде өте берекелі болып кетті. Сол жібек жіптен телефон салуға арналған сумочка тоқитын боламын. Осылай петля алып алдым. 150 петля алуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дәл осындай петлялардан петля аламыз. 150 петля алуымыз керек. Санайсыздар 150 петляны. Қазір соңына дейін 150 петля алып шығамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, мен 150 петляны алып шықтым. Осылай ұзын болды 150 петля. Енді біздер артқа қарай жай тоқумен осылай тоқып шығамыз. Осылай жай тоқумен соңына дейін тоқып шығамыз. Осылай жай тоқумен соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, мен соңына жетіп қалдым. Осылай жай тоқумен соңына дейін тоқып шығарамыз. Естеріңізде болсын, бірінші қатар біз 150 петля алдық. Екінші қатар осылай жай тоқимыз. Үшінші қатар тағы да дәл осылай жай тоқып шығамыз. Айналдырып тоққан немізді. Төртінші қатардан біз звездочка гүлімізді түсіруді бастаймыз. Осылай жай тоқуды екінші қатарда дәл осылай жай тоқып шығамыз. Әр көзден бір-біреуден петля алып осылай тоқып шығамыз соңына дейін. Мінекей, құрметті көрермендер, екі қатар жай тоқып алдым соңына дейін. Тоқып атқанымызда аударып 3 бос көз аламыз. Көз дегенде петля. 3 петля аламыз. Міне осылай 3 петля алдық. 3 петляны біреу шығардық. Мынаның ішінде, күрчіктің ішінде біреу болды. Біреу шығардық. Мына жерінен тағы біреу шығарамыз. 3 көз, 3 петля болды бізде. Сіздер мына петляны біз арғы жағынан емес, өздеріңізге жақын петляның біреуін ғана аласыздар. Дәл осылай біреуін ғана аласыздар. Мына жағын алмайсыздар. Сол жерінен бір петля, біз 6 петля шығаруымыз керек. 2, мына жерде бізде 5 болды. Міне 6 петля алдым. 6 петля алдым осылай. Енді 6-ауны біріктіреміз. Дәл осылай біріктіреміз. Бұны бір тоқимыз. Міне осылай. Қараңыз, звездочка, жартылай звездочка болып шығып жатыр. Осылай, дәл осылай тоқимыз. Бір тоқып аламыз да, бір петля, бір воздушный петля алып аламыз да, тағы да звездочканың ортасынан бір петля шығарамыз. И жандағы неден тағы бір петля шығамыз. 3. Мына жерден уже жалғастырып санап кете бересіздер. 4, 5, 6. Осылай 6 петля болды бізде. Енді 6 петляны тағыдан біріктіреміз. Бұны бір рет тоқып аламыз. Екінші звездочка гүліміз дайын болды.
звездочка гүлдің бұл жартысы жартылай дайын болды. Тағы да бір воздушный петля алып алам да, звездочканың ортасынан күршікті кіргізіп бір петля алып шығам. 2 петля болды бізде. Мынау жанындағыстан біреу алып шығам. И тағы да дәл осылай 6 петля шығарамын. 6 петля шығардым. Барлығын біріктіремін. Осылай біріктірдім. Енді бір тоқимыз. Дәл осылай біз соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекі құрметті көрермендер, мен соңына жетіп қалдым. Қараңыздар, осылай жартылай звездочка гүл болып шығып келатыр. Қазір тағы бір рет көрсетейін. Сосын мынау звездочка гүлдің ортасынан бір петля аласыздар, жанынан бір петля аласыздар. 3 петля болды ма? Жалғастырып біз 6 петляны аламыз. 5, мен 6. 6 петляны осылай алдық. Енді 6-ауын біріктіреміз. Осылай біріктіреміз. Бір тоқып аламыз. Бір тоқып алдық. Тағы бір петля, бос петля аламыз. Тағы да дәл осы звездочканың ортасынан бір петля шығарамыз. Жанынан бір петля шығарамыз. И жалғастырып кете бересіздер. Осылай 6 петляны осылай аламыз. 6 петляны осылай алдық. Тағы да біріктіреміз. Бір рет тоқыдық. Бір бос петля алып аламыз. Тағы да звездочканың ортасынан бір петля шығарамыз. Жанынан бір петля шығарамыз. И мына жерде өзіңізге жақын жердегі петляның біреуін ғана аласыздар. 6 петля болды. Біріктіреміз тоже осылай. Сосын бір тоқимыз. Тағы бір бос петля аламыз. Біреу, 2, 4 болды. 5, 6. 6 гүл болды. 6 гүл болды. Біріктіреміз. Бір петля аламыз. Мынаны воздушный алып, мына жерден 2 столбик, 3 жерден 2 столбик шығарамыз. Екі столбик шығарамыз. Енді біз айналдырып аламыз тоқып атқан жерімізді. Айналдырып алдым. Мына жерде звездочканың нелері бар, көздері бар. Әр біреуінің ортасындағы көздерге біз не тоқимыз? 2 столбиктен тоқып шығамыз. Мына жерде 2 петля воздушный алып аламыз. 2 столбикті қайттан тоқимыз. 2 столбикті орнына тоқып аламыз. Воздушный алып, мына жерде біздің неміз тұр. Көзіміз, звездочканың ортасындағы көзге 2 столбик тоқимыз. Осылай. Дәл осылай бір көзге 2 столбик тоқып аламыз. Тағы да не аламыз. Жібімізді орап аламыз. Мына көздің ортасынан бір осылай тоқисыздар.
тағы да жіпті орап, тағы дәл осы көзге бір петляны алып шығып, үшеу болады. Үшеуіні бірдестен осылай тоқимыз. Келесіде тағы да келесі көзге дәл осылай тоқимыз. Келесіде дәл осы көздерге екі жартылай столбик дейміз ба, солай тоқып шығамыз. Енді мына көзге тартасыздар жіптеріңізді. Bir көзге екі столбиктен тоқисыздар. Осы звездочканың ортасындағы көздер өзі көрініп тұр. Сол көздерге ғана тоқисыздар. Көрсетейін. Бұл алдыңғы жағы осылай болып шығады. Осылай звездочка гүлдер болып шығады. Мына жағы арт жағы, алды. Сол соңына дейін осылай екі столбиктен әр көз звездочканың көздеріне, звездочканың дәл осылай көздері тұр, мына жерде біреу, мына жерде екеу. Дәл осы көздерге екі столбиктен тоқып шығамыз соңына дейін. Құрметті көрермендер, мен соңына дейін тоқып болдым. Бұл арт жағы. Сіздер тоқпатқан нелеріңізді былай аударасыздар. Мынау алды, звездочка гүліміз дайын. Дәл осылай тоқимыз. Аударғаннан кейін біз тағы да екі қатар жай тоқимыз. Бірінші, екінші қатарды қалай тоқыдық? Дәл осылай жай тоқумен, мына жерге жай тоқумен тоқимыз. Әр көзге бір-біреуден петля алып, дәл осылай екі қатар тоқимыз. Мұқият қараңыздар. Мен жай тоқығанда, жай тоқып жатқанда, мынау екі мына жерде екеуінде көп жоқ кіргізіп, осылай тоқып жатырмын. Екеуінде осылай, мына жерде екі жіп бар. Сол екеуінден ғана осылай тоқып жатырмын. Егер сіздер гүл түсіретін кезде сіздер тек өздеріңізге жақын бір ғана жіппен тоқисыздар. Артқы жіптен емес, алдындағы, өздеріңізге жақын алдындағы петлядан ғана алып, жаңа 6 петля алып, сосын біріктіріп қоя, сол 6 петляны тек бір жіптен ғана аласыздар. Қазір жай тоқумен осылай соңына дейін бір барам, тағы да артқа қайтып екінші жол келеді. Сонда бізде екі жай тоқумен тоқимыз. Үшіншісінде тағы да звездочка тоқимыз. Мінекей құрметті көрермендер, мен екі қатар жай тоқып болдым. Енді тағы да гүл түсіреміз. Екі қатар жай тоқыдық, мына жерде екі қатар жай тоқыдық, гүл тоқыдық, звездочка гүлін. Сосын жай тоқ, екі қатар тағы жай тоқимыз, тағы гүл түсіреміз қазір звездочка. Сосын тағы да екі қатар жай тоқып, солай 5 звездочка гүл түсіреміз. Звездочка гүлден 5-еу түсіреміз.
Азыр бизде экинчи звездочка гүлүмүз. Дәл осылай үч петля алып аламыз. 3 боз петля алып аламыз. Сосын 1 петля чыгарамыз, 6 петля чыгарымыз керек. Мына 3 4 5 өзүңүзгө жакын bir петлядан гана чыгарасыз, арткы жагына теспейсиз. Мына 6-чысы бизде. 6 петля болду. Эndi буну бириктиребиз. Дәл осылай бириктиребиз. Bir рет токуйбуз. Токкан кезде осылай болуп чыкты бизде. Bir рет тагы да токуп аламыз. Сосын звездочкамыздын ортасынан тагы bir петля, жаныдан тагы bir петля, 3 өзүңүзгө жакын жердеги bir петлядан тагы bir петлядан осылай чыгарып 6 петля жасап аламыз. 5 мына 6 петля жасап алдык. Тагы да бириктиремиз. Bir рет токуйбуз. Тагы bir рет боз воздушный петля алып аламыз. Мынеки биздин звездочка гүлдерimiz чыгып келе жатыр. Мынеки курметтүү көрөрмендер, менде звездочка гүлдеримден 4 болду. 1 2 3 мына 4-чүсүнү энди чыгарып жатырмын. Соңку катарын bir столбик токуймун. Азыр мына bir столбик токудум. Энди токуп атканымызды былай не дейт? Аударамыз жалгастырып четини. 2 столбик боз петля аламыз. 2. Сосын накет алып, мына 1 столбиктин үстүнө 1 столбик түшүрүп аламын. 1 столбик токуп аламын дагы арт жагынан. Токудум. Ар звездочка гүлдүн ортасынан 2 неден чыгарамыз. Мына жерде бирөө бар. 2 столбиктен чыгарамыз. Столбикти биздер экөөнү бөлөк, экөөнү bir чыгарып, сосын экөөнү bir чыгармайбыз. Просто так осылай үшөөнү бирдей жооп кое саламыз. Накет аламыз. Звездочканын осындай көздөрүнө киремиз, жибимизди алып чыгабыз. 3 жибimiz 3 болду. 3 петля болду. Бизде үшөөнү бирге чыгарамыз. Тагы да накет аламыз. Дәл осы звездочканын ортасындагы көзгө осылай токуйбуз. Келесі звездочкага өтемиз. 2. Тагы да келесі звездочкага өтемиз. 2. Дәл осылай ар көзгө звездочканын көздөрүнө экөөдөн токуп чыгабыз. Кана бизде алдыңкы жагы мына жер. Мына осылай звездочкаларыбыз чыгады бизде. Алдында осылай адемі өте. Енді дальше тоқып кете береміз. Соңына дейін тоқимыз.
Тоқып болғаннан кейін біз екі қатар тағы да жай тоқумен тоқимыз. Жай ғана екі қатар тоқимыз. Мінекей құрметті көрермендер, менде осылай дайын болды. Ұзын. Енді мен бұны соңғы звездочкадан кейін тағы екі қатар тоқыдым. Көрдіңіздер ме? 4 звездочка. Енді мен бұны кәдімгідей былай телефонға можалдап айналдырып тігіп алам. Осылай сумочка болады. Де қараңыздар. Осылай болады. Сіздер егерде мынау қатты не баратса, сіздер былайынан екі мына жағында кішкентай осылай не қылып тіксеңіздер болады. Мына жерге карточканы мынау салуға болатын қылып істеулеріңізге болады. Мен қазір мынандай жан-жағын айналдырып тігіп шығамын. Күрчекпен кәдімгі айналдырып тігіп шығатын боламын. Жан-жағын тігу үшін күрчегімізді іліп аламыз жіпке. Өздеріңіз болжалдап қай жерден не қылсам болады деген сияқты істеп аласыздар. Сосын әр жіптің көзінен осылай тігіп шығасыздар. Әр көзінің ортасынан жіптеріңізді алып, бір тоқып, дәл осылай шетін осындай не қылып айналдырып тігіп шығамын. Мінекей құрметті көрермендер, менде телефон салуға арналған сумочкам дайын болды. Бұлай ашамыз. Мынаны мен немен ыстық клеймен жабыстырдым лепешканы. Ішіне телефон саласыздар. Телефонға арналған өзі. Ал мына жеріне карточка, сондай заттарыңызды салып қойсаңыздар болады. Өте әдемі. Ал несіне келетін болсақ, жіптің өзінен бау тоқып алсаңыздар болады. Бұлай асып жүруге арналған, мойнына, иықтарыңызға асып жүруге өздеріңіз жіптеріңізді, шынырларын тоқып алсаңыздар болады. Ал мен или мынандай магазиннен осылай сатып алсаңыздар болады. Осыны да арнап қоюларыңыз болады. Бірақ та менде қазір мына жерге қыстыратын темірін алуды ұмытып кетіппін. Сондықтан жай ғана осылай нелері бар. Үстіп қыстырып тағып алсаңыздар да болады. Или бауды қолдан тоқсаңыздар да болады. Дәл осы жіптен қолмен шыныр қылып тоқып алсаңыздар да болады. Өте әдемі сумочка шықты. Міне